1957-58 жылдардағы оқу жылында Нұрсұлтан Әбішұлы осы мектепте 10 класста оқыды. Мен сонда Нұрсұлтан Әбішұлына тарихтан сабақ бердім. Нұрсұлтан Әбішұлы оқыған мектеп болғандықтан осы үйді қазір аудандық тарихи өлкетану музей жасадық. Көрсетіңіз қай жерде? Мынау Нұрсұлтан Әбішұлының партасы отырған осы класс болған. Музей болғанға дейін. Ол вақытта Қаскелеңде мұндай суретін фото жоқ болатын. Алматыға заказ беретінбіз. Пионер вожатый екі ақылдасады, айтады, давай оқушыларды үлгерім бойынша орналастырайық. Мұғалімдерді жоғарғы бірінші қатарға қояйық деп. Сондықтан Нұрсұлтан Әбішұлы мына мені, аға, сіз ылғи оқушылардың арасында жүресіз, бірге боласыз. Сондықтан екінші қатарға алып өзімізді қатарға қойдық дейді. Ал енді Нұрсұлтан Әбішұлының балам табиғаттың берген дарыны бар ол балаға. Бірінші ұқыптылық, екінші еңбек сүйгіштік, үшінші ұмтылу, келешекте де білгісі келеді, талаптану келеді. Міне осы талантты ол бала өзінің бойына сіңіре білген. Екінші домбыра тарту, гармошкаменен сосын ән айту деген сияқты. Міне осының барлығы Алланың берген дарыны.